әдебиетсіз адам жоқ. Қолдарына Мәлік Ғабдуллин деген менің ұстазым айтады, Совет одағының батыр академик, күніне 1 сағат кітап оқысаңдар, шетел әдебиетін, қазақ әдебиетін, орыс әдебиетін, соның өзінен үлкен адам боласың. Қазіргі сендердің замандарында тым болмаса күніне 15 минут оңаша кітаппен отырсаңдар, сіздер рухани бай адам боласыздар. Поэзия менің іздедім, білесің бе, мен сені іздедім. Қалауытқан таңдардан сені іздедім, қалауытқан таңдардан сені іздедім. Сені іздедім, кездескен адамдардан, сені іздедім, оттан, аналардан, сені іздедім, бәрі әлем жырақтардан деп Мұқағали айтқандай, біздің тақырыбымыз өлең өмір деп аталады. Шынында да бұл тақырып мәңгі өлмес адамзаттың тақырыбы деп айтсақ, бірақ ауыз сөзінде түйіндеуге болады, дегенмен өмірдің өзі поэзия. Енді осы тақырыпты ары қарай өрбітуге Анвар ағама беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті тыңдаушылар деп айтайық, біз мына жерде Алма бар, Ақнұр бар, Аружан бар, төртеуміздің осы жасап шығарған осы еңбегіміз. Өлеңім өмірім дегенде келесі жолға біз жаратылысқа адалдық деп қойдық. Себебі табиғат кез келген адамға әлде бір қасиет береді. Мүмкін ол ақындық, мүмкін ол бір үлкен әріптен басталатын ұстаздық қасиет болуы мүмкін. Немесе сынықшылық, немесе палуандық, немесе атбегілік деген сияқты толғатқан қасиет болады. Яғни осы жаратылысқа адал болған адам нақты сол қасиетімен тәрбиеге ұштастырып, сол жолды таңдаса, бүкіл өмірін осы өзінің қасиетіне арнаса, әрине сол мамандықтың да, сол өзінің берген қасиеттің де шыңына шығып, басқаларға үлгі болып, өзінің де атақ абыройы аспандап шығатыны өзінен өзі белгілі. Сондықтан да өздеріңізге де құрметті балалар бір ой тастаған дүние ғой. Бойларыңызда өзіңіздің теңіңізбен келген бе? Жоқ өзіңіздің қызығушылығыңыздан шыққан ба? Басында еліктеуден пайда болып, үлкейіп өсіп келген бе? Бір қасиеттеріңіз бар болса, сол қасиетке сіз бейім болсаңыз, соны бірінші анықтап алып, соны соңына түссеңіз, мүмкін сізден бір үлкен тұлға шығар деген. Үшіншісі, игілігін халық көрсін деген. Қаламды билеген, ғаламды билейді деп жаздық. Мағынасы түсініксіз шығар деп ойлаймын. Тек қана поэзияда емес, қалам дегенде білімді алуға болады. Жазуға деген адамның шеберлігін, тереңдігін, биіктігін, кеңдігін алсаңыз, жаза білген адам ол сырды да түсінеді, әлемнің құпиясын да ұғады, және осының барлығын кім үшін жаратылған, және оның пайдасын кім көру керек екенін өзі де біледі. Мейлі ол әкім болсын, мейлі ол тракторист болсын, кім болса да өзінің жасаған қызметін халыққа арнаса, оның игілігін халық тұтынса, сол халық үшін қызмет керек екенін сезсе, содан бір нәтиже шығады деп ойлаймын. Адамзаттың өмірге келуі де өлең, кетуі де өлең деген, енді ол жалпы мағынасын алынған ғой, жаңа ғана жүргізуші азамат осы жерде айтты. Бұл қазақ деген халықтың енді ерекшелігі шығар деп ойлаймын. Мүмкін әрбір ұлт тура осылай айта алмайды. Өмірге өлеңмен келіп, өлеңмен кетіп бара жаттым деп. Бала шағаға негізі бәріміздің тақырыбымыз ұқсас екен. Біз сөзіміз бастамас бұрын Сабур абайларыңызға рахмет айтамыз. Ана Бауыржан Момышұлының сөзі бар. 1000 қой бастықтан бір арыстан бастық артық дейді. Қой бастық өзінің артына ергендердің бәрін қой қылады, ал арыстан бастық өзінің маңындағылардың бәрін арыстан болып отырсады дейді. Сондықтан біз де бүгін ерекше істеп отырмыз. Ендеше бізге берілген тақырып өлең деген немене ой емес пе дейді. Енді өлең деген кезде, жалпы өмір философиясы деген кезде, қазақтың философиясы деген кезде ең бірінші Абай ойға оралады. Абайдың толғадан ілімі бар. Онда оның түйіні ыстық, қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек керек дейді. Демек, адамда бірінші ыстық қайрат болса, екінші нұрлы ақыл болса, одан кейін жылы жүрек болса, ол үшеуін меңгерген адам толық адам болады дейді. Рахмет. Күлемін де жылаймын да күлемін. Неге ғана сондаймын, өзім ғана білемін.
21 ғасырда жастарға көркем әдебиетті оқыту өзекті ме? Әрине өзекті, себебі түркі әдебиетінің көркем тамыры терең, тамырсыз, тіпті өсімдік те өспейді. Біз қалай өзіміздің тамырымызсыз, тарихымызсыз, рухани өмірімізсіз өмір сүре аламыз? Және де 21 ғасырда жалпы бізде батыстың, шығыстың мәдениеті біздің идеологиямызды бұрмалауда. Сондай бұрмалауға ұшырамау үшін өзіміздің әдебиетімізді, тарихымызды, көркем әдебиетімізді, рухани өмірімізді әрқашан дамытып отыру керекпіз. Болашаққа көз қарасымыз бұрмаланбау үшін, өмірлік мақсатымызды айқындау үшін біз әрқашанда көркем әдебиетті оқимыз да. Мен мысалы оқимын және көп жастар да оқиды өзі үшін, болашағы үшін, өмірлік тәжірибеде, өмірде жалпы еңбек еткенде жемісті еңбек ету үшін оқиды. Әрбір адамның өмірінде екі маңызды шешім болады. Оның біреуі жолды таңдау және жар таңдау. Біздің көркем әдебиеттегі кейіпкерлердің арқасында олардың қателігінен және